Сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін біз тышқандардың таңғажайып әлеміне енеміз. Олардың параметрлерін зерттейміз, олардың пайда болу сәті туралы білеміз, және олар туралы қызықты фактілерді білеміз. Тышқандар ұзын құйрығы, өткір құлақтары және ауыспалы белсенділік пен ұйқы кезеңдері. Кішкентай сүтқоректілер тышқандардың салмағы әдетте 10-30 граммға дейін, ал олардың ұзындығы шамамен 10 сантиметр. Құйрығы олардың мөлшеріне тағы 5-10 сантиметр қосады. Тышқандар ұзақ уақыт бойы жерде болды. Палеонтологтардың қалдықтары тышқандардың ата-бабалары 65 миллион жыл бұрын динозаврлар дәуірінде болғанын көрсетеді. Бұл кішкентай тіршілік иелері әртүрлі ортаға сәтті бейімделіп бүкіл әлемге таралды. Қызықты фактілер. Тышқандар планетадағы ең көп таралған сүтқоректілердің бірі. Олардың 2000-нан астам түрі бар. Олар керемет иіс, есту және жанасу сезіміне ие. Бұл оларды керемет аңшылар мен тірі қалушыларға айналдырады. Тышқандар өсімдік тұқымдарының таралуына және жәндіктердің санын бақылауға қатысу арқылы экожүйелерде маңызды рөл атқарады. Тышқандардың кейбір түрлерінің байланыс және эхолокация үшін қолданылатын ультрадыбыстық дыбыстарды шығару қабілеті бар. Тышқандар аяқтарының ерекше құрылымына байланысты тік беттерде қозғала алады. Бұл кішкентай тіршілік иелері генетика және медицина сияқты ғылыми зерттеулерде зерттеу нысаны болды. Тышқандар көбірек назар аударуға лайық таңғажайып тіршілік иелері. Біздің бейне сізге осы ақылды және қызықты жаратылыстарды түсінуге және жақсы көруге көмектеседі деп үміттенеміз. Көргеніңіз үшін рахмет.